Қайырлы күн, білім алушылар. Бүгінгі медиа және ақпараттық сауаттылық дәрісіне қош келдіңіздер. Қазіргі заман адамының медиа және ақпараттық сауаттылық не үшін қажет? Адамның медиа сауаттылық құзыретін қалай анықтауға болады деген мәселелерді бүгінгі дәріс барысында анықтасақ деген ойдамыз. Жалпы медиа ақпараттық сауаттылық экожүйесі деген болады. Бұл адамның бойындағы әр саласындағы қабілет пен дағдылар қажет ол үшін. Мысалы, медиа сауаттылық сияқты ақпараттық сауаттылық, өз бойын білдіру еркіндігі мен ақпараттық сауаттылық, кітапхана сауаттылығы, жаңалықтар сауаттылығы, интернет сауаттылығы, цифрлық сауаттылық. Осылай бірнеше сауаттылықтың түрлері кете береді. Бүгінгі дәріс барысында медиа және ақпараттық сауаттылық жайлы білсек деген ойдамыз. Бүгінгі біздің дәрістің модераторы өздеріңіздің топтарыңыздың озат білім алушысы Аппазова Гүлзатқа сөз беруге рұқсат етіңіздер. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме дегім келеді. Ең алдымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы медиа және ақпараттық сауаттылық. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын өзімізге бүгінгі күнге аффирмация берейік, яғни шаттық шеңбері әдісі арқылы. Әркім осы журнал бойынша өзінен кейінгі тұрған студентке бүгінгі күнге аффирмация, яғни керемет көңіл күй сыйлайтын жақсы тілектеріңізді айтып өтсеңіздер. Мен бастап берсем, бүгінгі сабақта Бахараддин Нұрболатқа айтқым келеді. Бүгінгі күніңіз сәттілікке және жағымды жаңалықтарға толы болсын. Рахмет, Гүлзат. Болат Гүлданаға айтарым, бүгінгі күнің қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Рахмет, Нұрболат. Мен Ерғалбол Венераға айтатыным, бүгінгі күнің жемісті болсын. Рахмет, мен Елдес Нұрдәулетке айтарым, сабақта озат бол. Рахмет, Венера. Мен Исламбек Аружанға айтарым, бүгінгі алар білімің мол болсын. Рахмет, Нұрдәулет. Менің Динараға айтарым, бүгінгі күндерің тек қуанышты болсын. Аружан, мен Бегарысқа айтам, әрқашан жетістіктерің мол болсын. Назар Бегарыс. Рахмет, Динара. Рахмет, Салман Сапай. Темір Аружан, саған айтарым, бүгінгі күнің тек сәттілікке толы болсын, ертеңгі күніңде болашағыңда тек сәттіліктерден тұрсын дегім келеді. Таудың үстінде, судың астында бол. Рахмет, Бегарыс. Мен Қайрат Динараға бүгінгі құрған жоспарымның барлығының орындалуына тілектеспін. Жақсы, ендеше осындай көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Ең алдымен тақырыпқа кіріспе болсын, ой бөлісе отырайық. Сіздерге сұрақ, ақпарат дегеніміз не? Сіздер ақпарат дегенді қалай түсінесіздер? Жалпы белгілі бір тақырып төңірегінде біз өзімізге ала алатын, қолдана алатын ақпарат түрлері, сол ақпарат деп аталады. Мысалы, біз бір тақырыпты алатын болсақ, соған байланысты көптеген ақпараттар іздейміз, және де оны интернет жүйесіне немесе белгілі бір кітаптардан таба аламыз. Ақпарат дегенім белгілі бір нәрсенің ғылыми түрдегі анықтамасы. Күнделікті өмірде болып жатқан түрлі жаңалықтар десек те болады ақпаратты. Жақсы. Ал сауаттылық дегенді қалай түсінесіздер? Сауаттылық дегеніміз жалпы не? Сауаттылық дегеніміз ол адамның біліктілігі, ой өрісінің жоғарылығы, ойлау қабілеті, жалпы қабілеті, кез келген нәрсеге деген қабілеті. Жақсы. Қазіргі таңда көбіміз ақпараттарды, яғни барлық мәліметтерді әлеуметтік желіден алатынымыз барлығымызға белгілі, иә? Әлеуметтік желідегі ақпараттарға сіздер қаншалықты сенесіздер? Олардың қаншалықтысы рас деп ойлайсыздар? Әлеуметтік желідегі ақпараттарға қаншалықты сенеміз деген сұраққа былай жауап беруге болады деп ойлаймын. Жалпы біздің қазір мұғалімдеріміз оқу барысында бізге белгілі бір сайттардың, яғни шын ақпарат тарататын немесе білім алу барысы бойынша да дұрыс ақпарат тарататын сайттар бізге беріледі. Егер сол сайттардан ақпараттар келетін болса, оған сеніп, бұдан нақты бір өзімізге керекті дүниені алуға болады деп ойлаймын. Ал кейбір журналистер сияқты мүмкін жалған ақпарат, өтірік ақпараттарды былай көзі ашық, жаңағыдай өзің айтқандай сауатты бар адам анықтай алады.
бірақ жаңағыдай басшылыққа біздің ұстаздарымыздың берген бағытын аламыз. Жақсы, ақпарат термині, яғни информация деген латын тілінен шыққан, латын тілінен аударған кезде мәлімет, түсініктеме, түсіндіру дегенді білдіреді. Бұл термин көп таралғанына қарамастан ақпарат ұғымы ғылымдағы ең таласты ұғымдардың бірі болып отыр. Яғни оған біздің қазіргі кезде ғылым көп жақты ақпарат ұғымына тән. Яғни қазіргі таңда ақпараттардың бірнеше түрі, және олардың көптеген ақпарат туралы әртүрлі сипаттамалар бар. Ең алдымен ресейлік медиа сауат зерттеушісі Федорованың пікірінше, медиа индустрия медианың социумды қалыптастыру жолында және әртүрлі жанрдағы медиа мәтінді жасауда аудиторияның сыни ойлауын дамытуға мүдделі емес. Яғни медиа сауат жоқ деген нәрсеге назар аударады. Қазіргі таңда осы ақпараттың барлығы осы біздің медиалық құралдарымызда болғандықтан медиа сауаттылық, медиа ақпараттар біз үшін өте құнды болып тұр. Яғни Маршал Маклюэн өзінің грамматикасына өзінің ерекше шынайы кодталады деп Маршал Маклюэн әрбір орта өзінің грамматикасына ие және өзінің ерекше шынайы бейнесімен кодталады деп атап көрсеткен. Яғни бұл әртүрлі бақ құралдарындағы ақпараттардың, яғни оқиғаның әртүрлі түсініктер мен хабарламалар жасай отырып тарайтын туралы өзінің ойын білдірген болатын. Белгілі медиа менеджер Дорофеевтің сөзінше, бас редактор мен бүкіл редакция ұжымын қаржыға байланысты сауалдар толғандырмайды. Олардың тіпті бизнес жоспарлау, маркетинг жайында базалық білімі жоқ. Яғни қазіргі таңда көптеген ақпаратты бізге өңдеп беріп отырған, немесе бізге ақпарат беріп отырған медиалық құрал, бізге ақпарат беруші тұлғалардың өздерінің осы ақпарат беру жайында нақты ғылымдары, білімдері, яғни базалық білімдері жоқ. Енді осы жерде барлығымыз назар аударып, ақпараттық сауаттылық пен медиа сауаттылықтың айырмашылығы неде деп ойлайсыздар? Яғни ақпараттық сауаттылықта қолжетімділік, бағасы мен пайдалану этикасының маңыздылығын айрықша көрсетеді. Яғни ақпараттық сауаттылық біздің ақпаратқа деген өзіміздің пікірімізді білдіруіміздің маңызды екенін көрсететін болса, медиа сауаттылық медианың функцияларын түсіну қабілетіне, осы функцияларды орындау сапасын бағалауға және өз ойын білдіру мақсатында медиамен рационалды қарым-қатынасқа түсуге мән береді. Сіздердің ойларыңызша, ақпараттық сауаттылық пен медиа сауаттылықтың қандай айырмашылықтары және ұқсас тұстары бар? Құрметті студенттер, белсендірек болып, өз ойларыңызды ортаға салып отырсаңыздар. Бұл жерде, яғни ашық пікір айтуға болатындықтан, өз пікірлеріңізді, өз ойларыңызды нақты айтуларыңызға болады. Сіздерге ешкім ол дұрыс емес, бұл қате деп айтпайды. Өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сіздердің түсініктеріңізде, сіздердің ақпарат қоржындарыңызда ақпараттық сауаттылық пен медиа сауаттылықтың қандай айырмашылығы бар деген сұрақ қойылып отыр. Яғни өз ойларыңызбен, қарапайым сөздермен түсіндіре кетсеңіздер. Жалпы осы бойынша, яғни медиа сауаттылық жағынан біз ақпарат іздеген кезде медиа сауаттылық, яғни мактың ішіне бұның негізі ақпарат бойынша ақпараттық сауаттылық та кіреді екен, бірақ екеуін айырып қарайтын болсақ, медиа сауаттылық біздің алдымыздағы пайдаланып отырған құралдарымыз немесе осыдан алатын ақпараттарды айтуға болатын шығар. Ақпараттық сауаттылық деп, яғни жалпы біздің жан-жақта не істейтін ақпаратымызда, біздің осындай техникамен келетін, бізге келетін жаңалықтарда дәл осы ақпараттық сауаттылыққа жататын шығар. Бірақ ақпараттық сауаттылықты медиа сауаттылықтың бір бөлшегі ретінде қарастырылады деп ойлаймын. Негізі жалпы солай түсінемін. Өте жақсы. Қазіргі таңда біз ақпарат алатын көптеген біз үшін сайттар немесе құрылғылар бар, бірнеше сайттар бар, мысалы бейне көрсетілім, YouTube сайты болсын, Google, Chrome болсын, Яндекс, сайттың түрлері өте көп, Сіздер қандай сайтты жиі қолданасыздар? Өздеріңізге сабаққа қатысты мәлімет алуда қандай ақпарат көздерін пайдаланасыздар? Facebook және Telegram ақпарат желіде көздерін пайдаланамыз. Көбінесе.
Және де осы тұрғыда лонгрид ұғымын айтып кетсек болады, яғни бізге берілетін ақпараттар ол ұзақ мақала емес, фоторепортаждар, иллюстрациялар, интерактивті карталар және тағы да басқалар арқылы берілетін жаңағы ақпараттар осы лонгрид деп аталады. Жақсы. Қазіргі кезде осы әлеуметтік желіні, осынша бірнеше әлеуметтік желі түрлерін, яғни сайттарды пайдаланып, көптеген қате пікірлер, қате ақпараттар, тіпті өрескел жаңағы сұмдық жағдайға апаратын мәліметтерді бізге таратуда, солардың бірі мысалы ұлт мақтаныштарын мазақ еткен арсыздық деген. Барлығыңызға белгілі, бұл әлеуметтік TikTok желісінде болған, яғни біздің ұлы тұлғаларымызды мазақ еткен бейне көрініс барлық жерде тараған болатын, назар салсақ. Барлық әлеуметтік желіде тараған болатын, өздеріңізде көрген шығарсыздар, Енді осы видеоға деген өздеріңіздің пікірлеріңізді қазір Елдес Нұрдәулет өзі сөз кезегін алады, яғни әлеуметтік желіде тараған қате пікірлер, қате ақпараттар туралы сол кезде өз пікірлеріңізді ортаға салсаңыздар болады. Нұрдәулет, сөз кезегі өзіңізде. Жалған ақпараттардың таралуы қазіргі таңда әлеуметтік желілерге қарай көп ауысып кетті. Ақпараттық желілердің әлеуметтік желілерге ауысуы жалған ақпараттардың таралуын жылдамдата түсті. Әсіресе жалған ақпараттар Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter желілерінде көптеп таралуы көш бастап тұр. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген заңнамаға сәйкес жалған ақпараттарды беру, тарату, пайымдау қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болып тағайындалды. Енді біз саналы түрде жалған ақпараттарды қалай анықтап алуымызға болады? Егер ақпарат мәтініне назар аударатын болсақ, оның растығын келтіру үшін арнайы фактілер, болмаса ақпарат көздеріне дайындалған видео немесе фото суреттерге қарай отырып, оның растығын анықтауымызға болады. Және де жалған ақпараттарда, яғни экспрессивті эмоционалды сөздер өте көп болып кездеседі. Жалған ақпараттарды, яғни ақпараттар берілген суреттерді қалай анықтаймыз? Интернет арқылы ол суреттің жариялану тарихын қарауымыз керек. Суреттер бұған дейін жарияланған жерін хронологиясын анықтап, оның жалған, сол уақыттағы рас сурет екеніне назар аударуымыз керек. Ал кейбір жалған ақпараттар әлеуметтік желіде бейнебаян арқылы, видео арқылы тарап жатады. Бұны видео мазмұндағы мәліметтерді сөзбе-сөз көшіріп интернет желісіне жазатын болсақ, ол бейненің қай уақытта шыққандығы туралы Google бізге ақпарат береді. Болмаса бейненің мазмұнына қарай YouTube желісінде арқылы іздеп, оның қай мезгілде шығуы және мезгілдің жаңағы ақпарат көзімен сәйкес келмеуіне қарай ақпарат таратамыз. Мысалға, кешегіде елді дүр сілкіндірген Жамбыл облысындағы Қанкөл оқиғасы. Қанкөл оқиғасындағы жаңағы Сарықыздың жол бойындағы Елесі деген бір ауылды солаймен дүр сілкіндірген болатын. Оның кейіннен Ресей жерінде болған бейне баян екенін анықталды, жалған ақпарат екені осылай анықталған болатын. Бұл бейне Instagram желісін солаймен төңкеріп тастаған болатын. Қорытынды айта келетін болсақ, әр ақпаратқа бұқараға тарап, қоғамдық деңгейде талқылауға түсуі, оның нәтижесі әр саналы азаматтың үлесінде. Сол қарапайым интернет қолданушысының ақпараттық қауіпсіздікке тигізер көмегі бар. Болғаны ақпараттың ақ-қарасын ажыратып, тиісті шара қолдану. Жақсы, рахмет, сұрақтарыңыз болса.
Жақсы, Нұрдәулет, рахмет мәліметтеріңіз үшін. Енді келесі кезекті тест тапсырмасына беретін болсақ, яғни сіздердің осы медиа сауаттылық бойынша түсініктеріңізді тексерсек, Бекболат Гүлдана, тест жұмысын жүргізсеңіз. Бірінші сұрақ, медиа сауаттылықтың толық екінші атауы қайсысы? Медиалық және ақпараттық сауаттылық. Келесі, медиа сауаттылық сөзінің қысқарған атауы қайсысы? Мас па? Жаңа ә жауабы. Дұрыс. Ақпарат термині қай сөзден шыққан? А жауабы. Информатио деген сөзден. А жауабы. Латын сөзіне аударғанда. Жақсы. Медиа сауаттылықтың басқа сауаттылықтан ерекше пайдасы неде біз үшін? Б жауабы өз ойын білдіру мақсатында медиа мен рационалды қарым-қатынас түсуге мән береді. Жақсы, жауабыңыз қабылданады. Масс-медиа дегеніміз не? Масс-медиа, ақпарат сауаттылық қой. Медиа және ақпараттық сауаттылық. Дрон журналистика дегеніміз не? Медиа сауаттылықтан үлкен бір бөлігі ма? Құрметті студенттер, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бұл, яғни бүгінгі сабағымызға бұл кері байланыс деп есептеймін. Осы сот талдау арқылы сіздердің не білгендеріңіз, қандай ақпарат алғандарыңыз мен үшін маңызды. Сондықтан өз ойларыңызбен толық бөлісулеріңізді сұраймын. Исламбек Аружан, Нұрлыбай Динара, Темір Аружан, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Жақсы. Жалпы бұл медиа сауаттылықтың мықты жағы қазір көріп жатырмыз. Мысалға, осы онлайн оқуға шыққаннан кейін тіптен бізге өте қатты әсер етіп жатыр деп айта аламыз. Түрлі бір өзіңе қандай ақпарат керек болады, соны дереу арада жедел түрде дәл осы техникалар арқылы білуге болады. Ал әлсіз жағына айтатын болсақ, енді қазіргі таңда біздің Қазақстанда осы ауыл аймақтарда жалпы интернет желісі, сет деген дүниелер қатты бір дамып кетті деп айта алмаймыз. Әрине жақсы ғой, ақпараттанып отыр, барынша беруге тырысып жатыр, дегенмен де бір әлсіз тұстары кездесіп жатады. Мүмкіндіктері жалпы өте кең, әлем деңгейінде болсын, ғалам деңгейінде болсын, жалпы халықаралық деңгейде болсын, ақпараттарды алуға үлкен мүмкіндіктер береді, және сол бір әлемдік жарыстарға болсын, әлемдік бір байқауларға болсын, дәл осы интернет арқылы онлайн түрде қатысуға мүмкіндіктер береді. Қауіп-қатерлері әрине 50-50, әр нәрсенің қаншалықты пайдалы дүниесі болғанмен, оның соншалықты бір қауіпті жерлері болады. Ол дегеніміз бір теріс ақпарат алып қалуы мүмкін, немесе өзіңнің алдыңдағы бір адамға, өзіңнің бір досыңа теріс ақпарат беріп қалуы мүмкін. Дәл осы тұрғыда қауіп-қатерлері болуы мүмкін. Қазір адам қорқатын дүниелер көп қой, сондықтан ақпараттың да ара жігін дұрысын ажырата білу керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Медиа сауаттылықтың, яғни мықты жағы, бұл сауатты, яғни ақпараттардың әлеуметтік желі көздерінде сауатты жариялануын жақсартады, яғни және жалған және шын ақпараттарды ажыратуға көмектеседі. Әлсіз жағы бұның жаңағы Нұрлыбай Динара айтып өтті ғой, интернет мәселелері, әлеуметтік желілердің загрузка етіп қалуы деген секілді мәселелер. Ал мүмкіндіктері жалған және шын ақпараттардың рас өтірігін анықтап, өзінің қажетті ақпараттың шындыққа жетуі, шындыққа, ақиқат білімге жетуі. Ал қауіп-қатерлері жаңағы өз жақындарыңа болмаса белгілі бір ортада, болмаса белгілі бір ақпаратты оқи отырып, ұлтаралық қақтығыстардың, болмаса мемлекетаралық қақтығыстардың пайда болуы мүмкін. Жақсы, Нұрдәулет, әлеуметтік желінің ең бірінші мықты жағын айтатын болсақ, яғни ол жылдамдық десек болады. Себебі қазіргі таңда әлеуметтік желілерде жылдамдық, жаңалықтың тез таралуы, яғни жылдамдықты қажет етеді. Және де екіншісі әлсіз жағына келетін болсақ,
әлсіз жағы жаңағыдай шет аймақтарда, шет аудандарда жаңағыдай интернет жылдамдығының бәсеңдеуі, төмендеуі жағын әлсіз жағын жатқызатын болсақ, мүмкіндіктері өте көп, себебі әлеуметтік желілердің қазіргі кезде түрлері өте көп, сондықтан олардың да мүмкіндіктері өте көп болады. Мысалы, бір ғана әлеуметтік желі біз YouTube каналымен ғана шектелмейміз, олардың түрлері бар. Мысалы, Telegram, Facebook, ВКонтакте, Instagram деген сияқты әлеуметтік желі көп түрі болғандықтан олардың да мүмкіндіктері көп деп қарастырамыз. Және де қауіп қатерлері, әрине қауіп қатерлері ең бірінші әлеуметтік желіге тәуелділік десек болады. Себебі адамның санасы тек қана әлеуметтік желіні ғана емес, қоғамдық ортамен, қоғамдағы болып жатқан түрлі жаңалықтармен, теледидар арқылы да көруге болады. Сондықтан әлеуметтік желіге өмір бақи тәуелділіктен сақтану қажет деп ойлаймын. Осы жағын қауіп қатер деп түсінемін. Бұрын қазақтарда бір сөз айтып өтсем бола ма? Бұрын қазақтарда бір сөз бар еді ғой. Үйде отырған адамның ойлау қабілеті шарбағынан аспайды дейтін еді, ойлайтыны ше. Ал қазіргі таңда үйде отырып, сонау ақш-тағы, болмаса Қазақстандағы елдегі мәселелерді алуға осы медиа сауаттылық бізге үлкен көмек тигізеді. Өте дұрыс, пікіріңізбен қосыламын. Құрметті студенттер, бүгінгі сабақта өздеріңіздің ой пікірлеріңізбен бөлісіп, сабаққа атсалысып белсенділік танытқандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Және де осындай бізге құнды мәліметтерді өз бетімізбен ізденіп, жан-жақты қарап, осындай бізге таңсық дүниелермен барлығымыз отырып пікір таласа алатындай бізге, яғни осы идеяны ұсынған Күлшат апайға үлкен алғысымды білдіремін. Осындай ақпараттармен бізге танысуға мүмкіндік бергеніңіз үшін апай сізге рахмет. Және осы сабақтың қорытынды сөзін Күлшат апай сізге берсем, сабақтан алған әсеріңіз бен кемшілік тұстары болса, өзіңіз айтып кетсеңіз. Құрметті білім алушылар, жалпы бүгінгі сіздердің сабақ басындағы алған білімдеріңіз бүгін қомақты деп ойлаймын. Модератор Гүлзаттың арқасында және сіздердің білім біліктеріңіздің, жауапкершіліктеріңіздің арқасында біз бүгін медиа сауаттылық әлеміне шарладық. Қазіргі таңда өздеріңіз жақсы білесіздер, сағат сайын емес, минут сайын ақпарат алып отырған осы бір кезеңде, осы бір дәрістің сіздерге қажеті бар ғой деген ойдамын. Сабаққа белсенді араласып, өздеріңіздің осы дәріс барысындағы мәселелерге құнды пікір айтқандарыңызға көптен көп рахмет айта отырып, сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыз апай. Сау болыңыз апай.